Айсұлу? Бұл түсім екен ғой. Абай, түсімде олар Айсұлуды алып кетіпті. Мен мұны жақсылыққа жори алмадым. Маған бір нәрсе айтқыңыз келіп жатыр ма? Айсұлуды шақыршы. Қарныңыз ашты ма? Шөлдедіңіз ба? Айсұлу? Айсұлуды шақырайын ба? Мен оған қоңырау шалғам. Телефон сөндірулі. Жоқ. Айсұлудың ол жақта менсіз күні не болмақ? Сіз уайымдамаңыз. Мен оған қайта-қайта телефон шалып тұрармын. Айсұлу, телефоныңды қосшы. Менің саған ақша туралы айтуым керек. Ассалаумағалейкум. Сен мұнда не істеп жүрсің? Айсұлу бір нәрсе тауып берші деді. Бұдан былай жерге келуші болмақтың ба? Бұл кім? Айсұлу, мен ғой, Қайсар. 1 минут. Асықпа. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Жалғыз өзің жатқанға қорықпайсың ба? Несін қорқам? Біздің дүкен емес пе? Айсұлу, ана сенің танысың менің бөлмемде неге түнейді? Қайсар аға, ол жақта бәрібір түнде ешкім отырмайды ғой. Сондықтан рұқсатымды бердім. Жарайды, қойшы. Мынаның қасында ол түкке тұрмайды. Тоқтасын, ауруханада сен оның қызы болғандықтан саған көрсеткелі алып келдім. Бұл не? Біздің компанияның банкротқа ұшырағаны туралы соттың қаулысы. Енді еш нәрсе істеуге болмайды ма? Болады әрине, кешкі 6-ға дейін 30.000 евро тапсақ. Егер ақша тапсаң ше? Сенде ақша бар ма? Ақша тапсақ, сот шешімін шамалы кейінге шегертуге болады. Онда ақша табу керек. Сізде мүлдем жоқ па? Қайдағы ақша? Көк тиын жоқ. Көлігімнен басқа. Ол қанша тұрады? Енді асығып сатқанда 20.000 шығар. 15.000 десеңізші. Кеше жардама бергем. Әлі бірде-бір қоңырау болған жоқ. Әлі уақыт бар. Ақша табуға тырысамын. Не істемек ойың бар? Білмеймін әлі. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Қайсар деген сіз боларсыз? Мен Талап қайда? Міне, өзі де хабарласты. Сіздер жүре беріңіздер. Алло. Талап, қалай жағдай? Сен не, ұйықтап қалғансың ба? Иә, келді міне. Осында жүр. Дәмең зор екен. Ұйқысынан тұрды, ақша іздеп, қарызын төлемекші. Байқаш әйтеуір. Мен барайын.
Әйтпесе сенің адамдарың менің дүкенімде бірдеңе бүлдіріп жүрер. Жақсы, жақсы. Қайсар аға, олар не үшін келді? Сағат 6 болған жоқ па? Олар біздің төлей алмайтынымызға сенімді болып тұр. Сен қайда шығып кеттің? Мен осындамын. Жұмыстармен жүрмін. Жарайды, мен олардың қасына барайын. Жақсы. Серік, не істейін? Не болып қалды? Маған ақша керек. Ақша бәрімізге керек. Маған көп ақша керек. 30 000 евро. Несие ал. Өткенде маған 30 000 керек болған. Теңгемен. Несие алдым, бірақ әлі төлеп біткенім жоқ. Бірақ сонда да маған берді. Рахмет. Байқап көрейін. Менімен барасың ба? Жоқ. Мен одан да жұмыс іздестірейін. Өмір бақи осында түнемейтін шығармын. Әрине. Көмегіңе рахмет. Бұл да көмек пе? Жарайды. Абай? Жоқ, мен бүгін келе алмаймын. Уақытым жоқ. Әкеме айтшы, мен оны қатты жақсы көремін. Сау бол. Алло, Талап. Айшылу несие алғысы келеді. Жоқ, мен алаңдап тұрғаным жоқ. Маған бәрібір ешкім бермейді оны. Ол ешқашан жұмыс істемеген адам. Иә, мақұл. Сабыр сақтаймын. Жарайды. Иә. Мен өте сабырлымын. Айсұлу! Сәлеметсіз бе? Сәлем сұлу қыз. Мен де шынымен кәрі көрінем бе? Маған сендей берсеңші. Жақсы, тырысып көрейін. Сіз тағы да азық түлік алуға келдіңіз бе? Мен саған бір құпия ашайын. Білесің бе, өмір сүруім үшін мен күнде тамақтанып тұруым керек. Сен осы маңда тұрасың ба? Солай десе де болады. Жарайды, мен кетейін. Қайда кеттің? Жұмыстарым бар. Тоқта. Сен не қиналып жүрсің бе? Не болып қалды? Ұзақ әңгіме. Айсұлу, менімен бөліссеңші. Мен саған көмектесіп көрейін. Қайдам? Жағдайым өте қиын. Ал менің мүмкіндіктерім өте көп. Мақтанғаным емес. Жай саған көмектескім келеді. Жақсы. Иә, аз ғана қалды.
Тоқтасын аға. Өтінемін, маған кедергі келтірмеңізші. Бүгін Айсұлу келе алмайды. Оның қолы бос емес екен. Мен де алаңсыз диссертациямды жазып бітірейін. Тағы бір рет хабарласып көрші. Халы қалай екен білші. Оған бірдеңе болғанын сезіп жатырмын. Мен оған қажетпін. Сізге бұл топтың әндері ұнайды деп ойлаймын. Бүгін барлық банктерді аралады. Жұмыс істеген жері мен зейнетақы қорына аударылған төлемдерім болмаған соң ешқайсысы несие бермеді. Ондай уақиғаны мен бірінші рет естіп тұрмын. Иә. Еш шешімі жоқ мәселе. Жоқ. Керісінше бәрі баянды болады. Айсұлу, мен саған көмектесемін. Рас па? Рас. Рахмет сізге. Сізге қалай алғыс білдірерімді білмеймін. Әкем жазылып болғаннан кейін біз бәрін қайтарып береміз. Жоқ. Әкеңді араластырудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл мәселені біз өзіміз-ақ шешеміз. Қайсар? Үй, тоқта. Үй, ақымағым, бұл қалжың ғой? Шынымен қалжың ба? Әрине. Қайсар мен бірінші кездесуге мына қоймаға шақырады дейсің бе? Ол оның ойына да келмейді ғой? Қаласаң, саябаққа барайық. Қойшы, саябаққа барғым келмейді. Қазір. Мына жәшіктерді кім жылжытып тастаған? Саған арнап гүл алған. Таппай жатқанымды қарашы. Дәл осы жерге қойған. Ой, қойшы, жарайды, мен саған сендім. Кел, қасыма отыр. Майра. Иә. Мен саған бұрыннан айтқым келіп жүр. Иә. Айта ғой. Сен.
сені дүкен жабылған соң қайда барасың? бір жер бар. Әпкем соған кассаға отырғызам деп уәде берген маған. Әкпеңнен сұрашы. Ол жерге жүк тасымалдаушылар керек емес пе екен? Майра. Мен сені қараға мінгізіп, қыдыртайын ба? Қалай қарайсың? Жарайды. Жоқ, қарындас, сіз мені түсінбей қалдыңыз. Мен енді супермаркет ашқалы жатқан жоқпын. Мен жай дизайнын өзгерткім келеді. Барлығы жаңаша. Иә. Қарындас, кейін хабарласам. Айсұлу, отыр. Не жаңалық бар? Мен ақша таптым. Барлық соманы ма? Қайдан алдың? Бір жақсы кісімен таныстым. Ол маған көмектеседі. Ол адамды мен танимын ба? Аты кім? Сәкен. Ақша өзіңмен бірге ме? Жоқ, осында алып келеді. Жақсы жаңалық екен. О, менің танысым. Таныс қойыңыз, менің ағам Қайсар. Өте қуаныштымын, Сәкен. Қайсар? Қайсар, сендей берсем бола ма? Әрине. Айсұлу екеуміздің бір нәрсені талқылап алуымызға жетеді. Бізді оңаша қалдыра аласың ба? Жақсы. Әрине, Сәкен. Рахмет. Жақсы. Ал Айсұлу, әңгімемізді бастамаймыз ба? Ассалаумағалейкум. Айсұлу осында ма екен, айтпайсыз ба? Иә, жоқ, ол кетіп қалған. Сен мұнда келе беруіңді ұғар, ұқтың ба? Мен не, түсініксіз айтып тұрмын ба? Боссың. Айсұлу, міне 30.000 евро. Сізге көп рахмет. Мен Қайсар ағаға айтайын, банкке бар төлеп қайтсын. Айсұлу, асықпа. Асықпа. Әрине, уақытыңыз бар екен ғой. Онда менің алдымдағы қарызыңды өте. Қуанышыңды бөліспейсің бе? Кешіріңіз. Айтпақшы, мынау қарбаласпен жүріп, қарызыңды қалай қайтаратыныңды талқыламаппыз ғой, Мен сізге айттым ғой, әкем бәрін қайтарып береді. Ол қашан болады? Айсұлу, мен авансты қазір алғым келіп тұр. Егер менің көңілімнен шығатын болсаң, онда ештеңені қайтарудың қажеті болмас. Мен Қайсар ағаны шақырып келейін. Ешкімді шақырудың қажеті жоқ. Енді менде ақша жоқ қой. Айсұлу, барлық нәрсе ақшамен өлшенбейді ғой. Айсұлу. Айсұлу. Айсұлу,
Біз бұл түрімізбен ештеңе шеше алмайтын сияқтымыз. Сәкен, бұл Серік, менің жақын досым. Одан ештеңе жасырмаймын, айта беріңіз. Досым, шығып серуендеп келші. Мен ешқайда бармаймын. Түсінікті. Ендеше мен кетемін. Сәкен, ақшаңызды алып кетіңіз. Өзіңе естелікке қалдырдым. Айсұлу. Мына ішінде ақша бар ма? Иә, Қанша бар? көп. Тиіспеш, қайтып беру керек Сәкенге. Мен жай ғана қарайым. Мынаны қара. О, Сәкен, тез келдің ғой. Енді мені Сәкен деп атаушы болма. Аз уақыттан соң мына дүкен біздікі болады. Айсұлу өзінде ме? Иә, досымен бірге. Мен туралы ештеме айтпаған боларсың. Айсар, сен мені кім деп тұрсың? Жай сұрағаным ғой. Жарайды, мен оның қасына барайын. Шыққан не? Айсұлу, мен далада болам. Бар. Қайсар аға, оған ұрса бермеңізші. Ол менің жақын досым. Маған көмектесіп жүр. Мүмкін сен оған тағы да ақша төлерсің. Иә? Сәкен мен мәселені шештіңдер ме? Банкке барып ақша төлейтін болдық па? Жоқ. Ақша берген жоқ. Жай кетіп қалды. Онда жағдайымыз нашар екен. Маған қарасаңшы енді. Жетеді. Оған тағы бір рет қоңырау шалайын ба? Жоқ. Жоқ? Онда не? Тамақ? Су? Жоқ. Дәретхана? Жоқ. Теледидар? Мүмкін таза ма? Жоқ. Далаға шыққыңыз келе ма? Тағы бір рет дүкенге барғыңыз келіп тұр ма? Иә, ақыры түсіндің ау. Мені сол жерге алып баршы.
Айсұлуға ескертейін бе? Тосын сый жасайын дедіңіз бе? Олай болса, дәрігермен сөйлесіп көрейін. Сөйтші, сөйлесіп көрші. Өтінем. Алло, Айсұлу, сәлем. Сен дүкендесің бе? Онда ұзақ боласың ба? Жоқ, жай сұрағаным ғой. Я, кең жақсы. Жарайды. Аха, сау бол. Жарайды, Айсұлу. Мен несие берушілерге кеттім. Тамақ ішесің бе? Жоқ. Қайсар аға, көлікті саттыңыз ба? Жоқ. Шынымды айтсам, әлі ешкім хабарласқан жоқ. Бағасын қанша қойдыңыз? 15 мың? Иә, өзің айтқандай. 10 мың деңізші. Жақсы. Рахмет. Алло, сәлем. Я Алматыдамын. Жарайды? Суретке түсейікші? Өзі суретке түсірші? Сен түспесің бе? 1, 2, 3. Сәлем. О, Сәлем. Сәлем, Айсұлу. Кел отыр ағай. Неге қайта қоңырау соқпадың? Соған қарағанда шаруаң бастан асады-ау. Я уақытым болған жоқ. Сенің келгенің жақсы болды. Біздің осы күзге жоспарларымыз көп. Біраз уақытқа келдің ба? Білмеймін. Ол маған байланысты емес. Айсұлу, сен көлік алмайсың ба? Жоқ қазірге. Егер алатын болсаң хабарлас. Әкемнің көлік сататын автосалоны бар. Көмектесеміз. Мен сендерді қатты сағындым. Біз де сені сағындық. Айсұлу, музыкамен не бол? Неге айтпайсың? Бірінші орын алдың ба? Айтпақшы, Шанхай не болды? Мен ол жаққа барғаным жоқ. Неге? Қалай? Әкем ауырып қалды. Дүкеннің жұмыстары да көп. Музыканы бизнеске айырбастадым десеңші. Енді сен де барлығым сияқты болдың ғой. Жоқ, музыканы мен ешқашан тастамаймын. Бұл уақытша. Әкем жазылып кеткенше. Жарайды енді. Тамақ ішейік. Қарным ашып кетті. Әкеме не болды деп сұрамайсыңдар ма? Сендерге қызық емес пе? Қатты сырқаттанып қалған ба? Инсульт. Сал болып жатыр. Дүкеннің жағдайы нашар. Сонымен қалай бастарымды да білмеймін. Ыңғайсызданып отырмын. Сендер менің достарымсыңдар ғой, түсінесіңдер. Маған ақша керек. Әкем жазылғаннан кейін бәрін қайтарып береміз. Менде басқа амал жоқ. Неге үндемейсіңдер?
Бәрі де түсінікті болды. Бола ма? Сәлем, якір. Сәлем, Айсұлу. Араға көп уақыт салмай сенімен кездесем деп ойламадым. Мен де. Айсұлу, мен саған айтып едім. Сенің есімің маған қатты ұнайды. Жоқ, айтқан жоқсың. Ендеше, сенің есімің маған өте қатты ұнайды. Иә? Қандай шұғыл шаруа? Қалай бастарымды білмеймін. Тек кешке менімен тамақтанамын деп уәде бер. Ертай, әкем ауруханада жатқанын білесің ғой. Иә. Клип әкеңе ұнады ма? Иә, өте ұнады. Тағы біреуін түсіруге қалай қарайды? Жоқ. Маған ақша керек. Неге? Маған емес, әкеме. Қанша? 30 мың. Евро емес пе әйтеуір? Евро. Жарайды. Фунт стерлинг болмағанына Құдайға шүкір. Демек, әкеңнің ақшасы болмады ғой. Ой, Айсұлу, жылама. Бәрінен сұрадым ақша. Маған ешкім бермейді. Аз ақша емес әрине. Уақыт өте аз. 6-ға дейін төлеуім керек. Ертай, сенде осындай сома бар ма? Бар, бірақ... Әкем үшін мен барлығына дайынмын. Керек болса өз жанымды сатамын. Айсұлу. Мынау менің жаным. Оның құны 70 мың евро. Білмеймін, Айсұлу. Мен оны 30 мың евроға сатамын. Аласың ба? Сатып аламын. Аламын. Бірақ міндетті түрде мен қайтып аламын. Жарайды, Айсұлу. Бір ойнаш. Қазір ойнай алмаймын. Әке? Қызым. Не болды? Сен күтпедің бе бізді? Тоқтасын аға саған әдейі тосын сый жасағысы келді. Сол себепті келдік. Әкетай. Қызым менің. Сағынып кеттім сені. Қайсар аға, мен ақша таптым. Скрипканы сатып жібердім. Не дейсің? Сен мен үшін скрипканы саттың ба? Айсұлу, менде ақша бар ғой. Оны саған қалай айтсам екен? Тезірек банкке бару керек. Төлеу керек. Айсұлу, үлгер алмайтын сияқтымыз. Жарты сағат қалды ғой. Қалайша? Жоқ, есеп шоттың номерін айтыңыздар, мен жұмысқа хабарласам, ақшаны аударады. Ешкім ешқайда кетпейді. Және сағат 6-ға дейін ешкім қоңырау шалмайды. Қайсар аға, айтыңызшы. Қане құрт көзіңді. Сен кімсің маған бұйрық береді? Жігіттерге хабарлаш. Жарайды, ешкімді шақырмай қойыңдаршы. Қайсар аға, бір нәрсе істесең? Енді мен уақыт тоқтата алмаймын ғой. Оған тыныштық беріңдерші. Сен бұрыннан қорқақ едің.
Сәкен, мен сізді жақсы адам деп жүрсем. Айсұлу, сен мені танитыныңа күмәнім бар. Менің есімім Талап. Аз уақыттан соң бұл дүкен менің иелігіме өтеді. Сонда сіз қарыз беруші? 20 минуттай уақыттарың қалды. Шаршағандарың болса отырсаңдар болады. Айсұлу, жаным менің. Олардың барлығы сені сатып кетті, алдады. Қызым-ау, несіне келдің мұнда? Тоқтасын аға! Не болды, абай? Әке! Білмеймін. Абай, не бол? Тамырын ұстап көрсеші енді. Ол тыныс алмай жатыр. Әкету! Әкету! Дереу жедел жәрдем шақырыңдар. Сендер оны өлтірген! Тоқтасын аға! Кеті тастамар мені! Дәрігер шақырыңдар, дәрігер! Қазір. Сендер мені көрген жоқсыңдар. Түсіндіңдер ме? Дәрігер қайда? Хабарласып жатырмын. Байланыс ұстамайды қазір. Сен алып кетші, алып кетші. Абай, Айсұлуға баршы, уақытындаршы. Енді маған дүкеннің түкке де қажеті жоқ. Мен сені тірі кезіңде жеңгім келді, тоқтасын. Мен саған бірінші бола алатынымда дәлелдегім ғана келді. Маған қажетті жартақ сағат уақыт қалғанда сен мені бар арманымнан айырдың. Енді мен сенсіз не істеймін, тоқтасын. Құрсын бәрі. Бітті. Сен ойымда ма? Айсұлу далада қалмайды. Мен оған қарайласып тұрам.